Каркаде қызыл күрең түсті сергітетін сусын. Оны Мысырда және басқа да ыстық елдерде барлық аурудан құтқаратын панацея деп санайды. Каркаде суық және ыстық күйінде әртүрлі қасиетке ие болатындығын бәрі біле бермейді. Ендеше каркаде шайының пайдасы мен зиянды тұстарын ұсынамыз. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Каркаде гибискус гүлінен дайындалатын сусын. Каркаденің құрамында көптеген пайдалы микроэлементтер бар. Мысалы, магнийдің арқасында ол жеңіл тыныштандырушы, түйілуді басатын қасиетке ие және зат алмасуды ретке келтіреді. Сонымен қатар оның құрамындағы кальций мен фосфор сүйектерді тісті және шашты қатайтуға және темір қаназдықты болдырмауға көмектеседі. Бұл сусынды ыстық күні қатты терлейтіндерге немесе тамақтан уланғандарға ішу ұсынылады, себебі ол калий мөлшерін қалпына келтіруге көмектеседі. Каркаде А витаминоздан құтылуға көмектеседі, жүйке жүйесін реттейді, күйзелістен қорғайды және көңіл күйді көтереді. Оның құрамындағы барлық микроэлементтер, дәрумендер мен қышқылдар жинағы миға жақсы әсер етеді. Сондықтан бұл сусынды емтиханға дайындалғанда ішуге болады. Күніне бір стақан каркаде ішкеннің тағы бір пайдасы шөптің қабынуға қарсы емді қасиетінің барында. Ағзадан улы заттарды шығарып тазалауға жақсы көмектеседі. Каркаде қысымды ретке келтіріп, ағзаның жалпы жағдайын жақсартады. Алайда одан дайындалған ыстық сусын қысымды көтереді, тек сау адамдарға ол бейтарап әсер береді. Каркадені жоғары қышқылдығы, гастрит немесе жараның ұлғайған түрі бар адамдарға абайлап ішу керек. Оны несеп тас немесе өт тас ауруы кезінде қолдануға болмайды, себебі ол несеп айдағыш құрал болып табылатындықтан бүйректегі және өт қабындағы ауыртатын тастарды қозғап жіберуі мүмкін. Сонымен қатар каркаде кей адамдарға аллергия беруі мүмкін. Каркадені кішкентай балаларға, соның ішінде диатезбен қиналатын балаларға бермеңіз. Жүкті және емізетін әйелдерге қауіп деңгейі орнатылмаған, сондықтан дәрігерден кеңес алған жөн. Каркадені қалай дайындау керек? Каркадені әйнек немесе балшықтан жасалған, керамикалық, фарфор және фаянс ыдыста дайындау керек. Себебі сусын металмен жанасқанда тұнбаның пайдалы қасиеттерін бұзатын заттар бөледі. 1,5-2 шай қасық шикізатқа 300 мг қайнаған су құйып 5-6 минутқа қалдырады. Оны ыстық күйінде де, суық күйінде де ішуге болады.